Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін мен сіздерге осы каналымда тәтті құлпынай тәсілінің қалай жасалу керектігін көрсететін боламын. Мен сіздерге алдында электронды вариантын жібердім. Енді бүгін осы құлпынайды басқаша қалай жасауға болатындығын көрсетемін. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мысалы, мен қазір осындай машина дайындадым, яғни осындай көліктің ішіне түрлі есептер жазуға болады. Мысалы, есепте дедімді осындай тапсырмалар бердім. Және мынаны дайын нұсқасын интернеттен алып, сіздерге мысал ретінде көрсету үшін дайындап қойдым. Бұл бізде, яғни көліктің раскраскасы шықты мында, және осы көлік арқылы гармошка дайындай аласыздар. Қазір мен сіздерге бұның қалай жасалу керектігін көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен біз файл ашып аламыз Word'дан. Содан кейін Google поискқа кіріп, Яндекс поискқа өзіңізге керекті суретті, сабағыңызға қатысты суретті таңдай аласыз. Мен мысалы мишка таңдаймын. Картинкаға кіріп, PNG деп жазсаңыз, сізге тек қана суреттің өз нұсқасы шығатын болады. Мысалы, қазір осы жерден бір мишканы алып сіздерге көрсетейін. Сіздер өздеріңіздің сабақтарыңыз бойынша, мысалы, кітап, немесе гүл, дүниетану пәні бойынша ағаш, су, өзен барлығын ала аласыздар. Бір мишка таңдап алайық мұнда қазір. Маған ұнайтын мишка. Мысалы, мишканы алайық. Копировать изображение, немесе өздеріңізге сақтап алуларыңызға болады. Мен копировать етіп алдым. Вставить. Міне бізде осы мишка шықты Word'ға. Енді осы мишканың үстінен басып, формат деген жерге барамыз. Положение. Мына нұсқаны таңдаймыз. Яғни сверху с центра отвлеканием текста вокруг рамки. Басамыз. Енді осы суретті сіздер жылжыта аласыздар. Көрдіңіздер ме? Былай жылжытуға болады, былай жылжытуға болады. Ал негізі оны баспасаңыздар, бұл сурет жылжымайды. Міне суретті жылжыттық. Енді кішірейтеміз суретті. Мысалы, қандай қылып бересіз тапсырманы. Енді осы мишканы копировать етіп аламыз. Копировать и вставить. Енді бірінші мишканы қиып аламыз отрезка. Екінші мишканы да дәл ортасынан қиып аламыз. Міне, бізде мишкамыз дайын. Енді кішкене кішірейтуге болады. Немесе осы қалпында қалдыра берсеңіз де болады. Енді қазір біз вставкаға кіріп, фигураның ішінен прямоугольник таңдап аламыз. Және бұлай үстіне қоямыз. Енді заливка, нет заливки, контур черный, және кішкене үлкейтейік мына жерде, 1,5-ға қойып. Міне, мұнда кішкене бұлай жылжытып алайық. Бұның дұрыс болуына мұқият қарап алмасаңыздар, қазір гармошка ретінде шығарғанда дұрыс болмай қалуы мүмкін. Кішкене дұрыстап алайық барлық жерін. Міне, бізде мишка дайын. Енді бұл мишканың аяғы, барлық жағы дұрыс па, соны қарап аламыз. Мысалы, мұнда аяқ жағы кішкене қысқа болып тұр екен. Келтіріп аламыз. Болды. Енді мынау біздің фигурамызды былай қарай жылжытып ортаға қоямыз.
міне. Енді қайтадан вставкаға кіріп, фигураны таңдаймыз. Осы 4 бұрышты фигураны таңдап, мұнда қоямыз. Сізде неше тапсырма қоясыз? Мысалы, мына жерге 1 тапсырма, одан екінші, үшінші тапсырма қойық қазір біз. Заливкаға кіреміз, нет заливки. Контур. Қараға таңдаймыз. Енді осы фигурамызды копировать етіп аламыз. Копировать, вставить. Дәл сол фигура шықты, жанына қойып қоямыз. Егер осылай жылжымай жатса, қайтадан форматқа кіріп, положениені дұрыстап аламыз, екіншісіне қойып, міне, енді жылжыта беруге болады. Жаңағыдай жылжымай тұрған болып жатса, сіздерде осылай істеп алуларыңызға болады. Так. Міне бізде карточка дайын. Мына жер кішкене кішірек болып қалған сияқты, үшінші жақ, онда мына жақты былай жылжытып алуға болады. Бірақ маған нормально тұрған сияқты. Енді осы мишканың ішіне тапсырма жазамыз. Вставкаға кіреміз. Фигура. Міне надпись дегенді таңдаймыз. Қойып, енді тапсырмамызды жаза береміз. Мысалы, есепті шығар. Мысалы, 5 қосу 6 тең 9 азайту 8 тең деп өзіңіздің сабағыңыз бойынша есептерді бере бересіздер. Немесе көбейту кестесін қазақ тілі әдебиет пәні бойынша, тарих пәні бойынша, барлық пән бойынша берулеріңізге болады. Бірақ бұл менің ойымша бастауыш сыныптарға, кіші сыныптарға дұрыс болатын сияқты. Сондықтан барлық пәннен қарастырып көрулеріңізге болады. Әдебиеттік оқу пәні, жаңағы дүниетану, жаратылыстану, басқа да пәндерден, өзіңіз тану сияқты пәндерден көруге әбден болады. Міне осылай бүйтіп несін өзгертеміз, шрифтін үлкейтеміз. Міне, егер мына қараны алып тастауларыңыз келсе, былай тұрған мына қараны, онда форматқа кіресіздер, контурды басасыздар, нет контура. Міне, осылай шығады. Мына жерге де дәл солай вставкаға кіресіздер, фигурадағы надписті басасыздар, мұнда жаңағы тапсырманы жазуға болады. Дауысты дыбыстарды жаз. Дауысты дыбыстарды жаз. Одан кейін орын қалдырып қойыңыз, оқушылар жазуы керек. Мұнда сіздер картинкада қоя аласыздар. Немесе бір өздеріңіздің сабақтарыңызға қатысты суретті қойып, мына сурет нені білдіреді, сол туралы мәлімет жазыңыз деп жазуларыңызға да әбден болады. Міне достар, өте оңай жасалуы. Өздеріңіз жасап көріңіздер. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, WhatsApp-қа жазуларыңызға болады. Міне біз қазір мишканы жасадық. Жаңа мен мынау көлікті жасап көрдім. Көптеген түрлерін өздеріңіз жасай берулеріңізге болады. Егер мынау көлікті былай барлығын бүйтіп қиғыларыңыз келмесе, осылай 4 бұрыштың ішіне қоюларыңызға болады. Ал егер уақытым болып тұр деп былай алсаңыздар, онда мишканы былай ақырындап қиып аласыздар. Міне осылай оп-оңай жасалады. Өздеріңіз жасап көріңіздер, тәжірибелеріңізде қолданыңыздар. Жасалуы өте оңай. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Дара KZ. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар, барлықтарыңызға сәттілік.